Баршаңызға сәлем. Дәл осы видеодағы иллюстрацияны қалай жасауға болатынын көрсететін боламын. Ол үшін ChatGPT-ді ашып, дәл осылай өзіңізге қажетті персонаждың сипаттамасын жазып шығасыз. Мен осылай жаздым. Маған оқушы ер баланың мультяшный стильде суреті керек. Оның үстінде көк костюм және көзі қоңыр, шашы қара болсын дедім, және маған бірнеше секунд ішінде осындай суретті дайындап берді. Енді маған дәл осы оқушының сабақты мүлдем түсінбегені және соған мұңайып тұрған суреті керек болды. Тағы да бірнеше секунд ішінде маған дайындап берді. Мен өзіме сақтап алдым. Одан кейін бұл оқушының сабақты орташа түсінгені және сабаққа байланысты сұрағы бар екенін ChatGPT-ға жаздым. Осындай суретті шығарып берді, өзіме сақтап алдым. Дәл осылай өзіңізге қажетті суреттерді дайындап алғаннан кейін Pixverse жасанды интеллект көмегімен осы суреттерге жан бітіретін боламыз, яғни видео жасайтын боламыз. Ең әуелі переводчикті ашып, ChatGPT-ға жазған тексттарды көшіріп аласыз, және сол переводчикқа вставить ету арқылы текстті сәл өзгертіп, ағылшыншаға аударып алсаңыз, өзіңізге оңай болады. Яғни енді бізге сурет керек емес, бізге видео керек, және де текстің басын мен кішкене өзгерттім. Бұл оқушы сабақты мүлдем түсінбегеніне мұңайып тұр. Осы видеоны жасап берші деп сұрадым. Плюс батырмасын басып, өзімізге қажетті суретті таңдап, жаңағы аударған текстті вставить етеміз де астындағы создать деген қызыл батырманы басамыз. Сол кезде бізге бірнеше секунд ішінде видео дайындап беретін болады. Және сол дайын болған видеоны өзімізге сақтап аламыз. Дәл осындай пәрмендерді қайталай отырып, қалған екі суретке текстін жазып, ағылшыншаға аударып, қайтадан плюсті басып, суретті таңдап, текстті қоямыз да, қалған екі видеоны дайындап аламыз. Ескертетін жағдай, Pixverse және ChatGPT жасанды интеллект мүмкіндіктерін тегін пайдалану үшін міндетті түрде Google аккаунтпен тіркеліп аласыз. Сізге бірнеше мүмкіндіктер береді тегін жұмыс жасауға. Егер мүмкіндіктеріңіз бітіп қалған жағдайда, басқа Google аккаунтпен кіріп, қайтадан тегін мүмкіндіктерді пайдалана аласыз. Мен осылайша өзіме қажетті 3 суреттен видео жасап алдым, және оны кері байланыс түріне пайдаландым. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.